Жобаға қатысушылар 4 күн бойы мақала жазу, сұхбат алу, ораторлық қабілет пен камера алдында сөйлеу, сюжет дайындау сынды дүниелерді медиа-тренер Санди Сұлтан мен Гүлназ Ауданбаевадан үйреніп арнайы байқаудан өтті. Павлодардан барлығы 30 қатысушы іріктеліп алынса, оның 5-еуі республикалық сайысқа жолдама алды. Мы побывали уже в 5 городах. Павлодар — это 5-й город. Всего 6 областей. Мы побывали в Актубе, в Уральске, в Актау, Шымкенте. Сейчас в Павлодаре находимся. И еще остался один регион, это город Талдыкорган. В каждом регионе к нам поступают около 60 заявок, более 60 заявок. И ребята присылают свои видеоработы, сюжеты, они присылают эссе, статьи, интервью, разные жанры. И, конечно же, выбирать из этих 60 30-ку очень сложно, поэтому мы стараемся никому не отказывать, потому что очень важно ребят в этот момент поддерживать. Айта кетейік, аталмыш жоба еліміздің өңірлерінде жастарды журналистикаға көптеп тарту мақсатында өткізіліп отыр. Біздің ойымызша өте бірегей жоба, өйткені Қазақстанның 6 аймағында тұңғыш рет жастарға өздерінің журналист болу армандарын орындау үшін осындай тегін сабақтар, тегін мүмкіндік беріліп жатыр. Семинардың соңғы күні комиссия мүшелері 5 үздік қатысушыны анықтады. Олар Астана қаласында өтетін республикалық жас журналистер медиа форумына жолдама алды. Дерке Қанағат, Досымбек Тоқай, ертіс информ.